Сәлем достар, мен атым Жак. Егер сіз жаңадан бастаңызда тұрақты табыс тапқыңыз келсе, бірақ әлі депозитini жоғалтып жүрсеңіз, бұл видео дәл сіз үшін. Мен сізге 90% жаңадан бастаған трейдерлердің ешқашан пайдаға шықпай қалуына себеп болатын үш негізгі қателіктің түсіндіремін. Бұл негізгі қателіктерді жойғаннан кейін нәтижелеріңіз жақсарып, ай сайын тұрақты түрде табыс таба бастайсыз. Форекс бұл лотерея емес, бұл кәсіп. Мұнда бәрі тәртіпке байланысты. Мен өз тәжірибемде барлық мүмкін қателіктерден өттім. Миллиондаған теңгелер жоғалттым. Енді өзімнің тұрақты табыс әкелетін сауда жүйемді құрдым. Бүгін біз осы қателіктердің ретімен қарастырамыз және олардың қалай аулақ болу керегін айтып беремін. Егер видео пайдалы болса, лайк басыңыздар және каналға жазылыңыздар. Бірінші қате овертрейдинг немесе қарапайым тілмен тым көп мәміле ашу. Жаңадан бастаушылардың ең көп жасайтын қателігі переторговка. Графиктің ашып, көп мәміле ашып, көбірек табыс табу керек деп ойлайсыз. Сіз мәміле іздейсіз, деңгейлер, индикаторлар, паттерндер және соңынан көптеген позицияларға кіресіз. Ал қозғалысты өткізіп алсаңыз, меңізді қанша табуға болатын еді деген ой қайта-қайта оралады. Бұл стресске, ашқөздікке, нервоздыққа әкеледі. Сіз эмоционалды вулканға айналасыз. Нашар мәмілерге кіресіз де депозитті жоғалтасыз. Содан кейін жағдай одан сайын нашарлайды. Бұл тұйық шеңбер. Достар, форекс саудасында осылай жұмыс істемейді. Мұнда маңыздысы сапа, сан емес. Біздің тегін жабық клубта біз күніне максимум 2-3 сделка жасаймыз. Шолуда нерв терсіз. Бұл 80-90% жеңіс коэффициентімен сапалы мәміле. Экранға қараңыздар. Соңғы айлардағы нақты ашық статистикамыз тұрақты сауда қалыпты. Тәуекелмен 24/7 графиктің алдында отырмайық, өз өміріңізбен айналысуға болады. Құпиясы сәтті күту. Күніне бір жақсы мәміле жеткілікті, жоғары тәуекелсіз тұрақты табыс үшін. Менің басқа видеоларымды көріп, нарықты талдау, қолдау, қарсылық деңгейлері және индикаторларды зерттеңіз. Онда осындай сәттерде қалай табуды көрсетемін. Немесе біздің тегін клубқа қосылыңыз, сілтеме сипаттамада. Екінші қате риск менеджменті сақтамау. Бұл өте қарапайым. Мен тіпті шаршадым, қайталап айтып, бірақ 90% жаңадан бастаушылар әлі де осыға ұшырайды. Барлығы біледі, депозитін барлығын тәуекелге салуға болмайды. Аз-аздан табыс табу керек. Бірақ не болады? Адамдар графиктін ашып, әуелете мәмілен көріп, бірден ойлайды. Міне, мұнда $500 табамын, ал мұнда $1000 табамын. Бұл сана миға кіріп, тәуекелерді ұмытып кетесіз. Достар, шығынды мәмілер қалыпты, олар трейдингтің бөлегі. Тіпті кәсіби трейдердің win rate 100% емес. Бірақ егер сіз тым көп тәуекел жасасыңыз, 1-2 сәтсіз мәміле депозитін жояды. Ереже қарапайым, бір мәміледе депозитін 5%-тан артық тәуекел жасамаймыз. Мысалы, депозитіңіз $500 болса, максимум шығын $25. Бұл 2-3 сәтсіз мәміледен кейін де ойында қалуға мүмкіндік береді. Ал келесі табысты сделкаларды жабады да пайдаға шығарады. Ойланышы, қазір $500 аптасында $5000 жасаймын, деп ойлап барлық соманы тәуекелге салсаңыз, 100% депозитті жоғалтасыз. Бірақ дұрыс дайындалып, тәуекелде сақтаңыз, 1-2 айдан кейін депозит $1000, кейін $2000, соңында $5000 өседі. Сол кезде ай сайын тұрақты $1500 табыс аласыз. Бұл мүмкін, бірақ тәртіп пен шыдамдылық қажет. Үшінші қате. Сауда жоспарын жоқтығы. Үшінші қате сауда жоспарын болмауы. Жаңадан бастаушылар көбіне графиктін ашып, кездейсоқ сауда жасайды. Базар жоғары көтеріледі деп ойлаймын, немесе индикатор сигнал берді алайық. Жоспарсыз, сіз карта жоқ жүргізуші сияқтысыз. Қайда көз салсаңыз, сол жаққа барасыз да, кейін неге қазықта қалғаныңызды түсінбейсіз.
Сауда жоспары сіздің ирригатысыңыз. Анық ережелер, қашан мәміле ашу, стоп-лосс пен тейк профитін қайда қою, позиция көлемін қалай таңдау болып жоқ болса, тек казино ойнап жүргендейсіз. Мысалы, трейдерден қолдау қарсылық деңгейлерінің сауда жасауға немесе смарт-мани концепциясын қолдануға болады. Мен бұл туралы басқа видеолардың толығырақ айтамын. Бір стратегияның таңдап, оны жетілдіру қажет. Мысалы, тек қолдау деңгейінен тәуекел пайда қатынасы 1-2 депозитін 2%-тан артық тәуекелсіз кіремін деп нақты ережелер орнатыңыз. Бұл тәртіп трейдингтің табысты етеді. Менің кеңесім түрлі тәсілдерді сынып көріңіз. Трейдтер, деңгейлер, смарт-мани және өзіңізге ыңғайлысын табыңыз. Ыңғайлы сомалармен сауда жасасыңыз, қателіктерден сабақ алыңыз, дағдыларды жетілдіріңіз. Достар, осы 3 қателіктен аулақ болыңыздар. Переторговка, тәуекелді сақтамау, жоспарсыз сауда, сонда форекс сізге стресс емес, тұрақты табыс болады. Егер сіз трейдингтен дәл қазір тұрақты және қауіпсіз табыс тапқыңыз келсе, дайын шешім бар. Тегін клубта дайын мәмілер бар. Мен өз мәмілерімдің 80-90% верепен бөлесемін. Сізге тек нұсқаулық бойынша қайталау керек. Тіпті жаңадан бастаған болсаңыз, жеңіл жасай аласыз. Күніне дайын мәмілерді толық сүйемелдеу арқылы бөлесемін. Орташа $500, 500 депозитпен қалыпты тәуекелде сақтағанда 50-80 100% пайда жасауға болады. Бұл статистика біздің қатысушылардың нәтижелерімен расталған. Экранда көріп отырсыздар. Клубқа қосылып дайын мәмілер бойынша трейдингтен табыс табуды ертеңнен бастағыңыз келсе, сипаттамадағы сілтеме бойынша жазыңыз. Лайк басыңыз, каналға жазылыңыз және келесі видеоларда кездесеміз. До встречи, достар.